Ассалаумағалейкум рауан жүргізушілері. Көлік 1,5 жыл болды мен жүргені. Енді кішігірім лайфхактармен таныстай кетейін сіздерді. Мына көлікте, автокөлікте көбі мына жоғары бөліктерінде мына жерде екі жерінде екі саңылау болды, тесік. Екі саңылау. Бұл саңылаудан үнемі топырақ, шаң не болмаса батпақты кезде де батпақ, мына жердің барлығы батпаққа толып қалды. Мен ол жаңа жағдайды қалпына келтірдім. Мына екі тесікті мына заглушка дейді ғой, арнайы алып сатып алып, мына шумка жасайтын, есіктерді шумка жасайтын арнайы смоласын қойып балқытып басып тастап едім, сол беті қалды. Міне сіздерге лайфхак. Екінші жағы да сондай, көріп тұрсыздар ғой, өте таза. Екінші лайфхак, мына жерде ABS-тің тоқтары бар, алдында артында. Соның сыртына мұз не болмаса қар тұрып қалған жағдайлар болады. Менде көбінесе осы рауан жүргізушілердің басым көпшіліктері үзіліп қалды дейді. Өте әлсіз тоқтар. Осы тоқтарын орнатуға болады. Қалай орнатамыз енді? Сыртынан мен арнайы жаңа пластмасс жабындылар орнаттым, көріп тұрсыздар ма? Астында да төменгі жағында да бар. Енді арнайы сатады бұл дүкендерде, магазиннен, жаңағы автодүкендерде. Соны алуға болады. Тағы бір лайфхак кондиционерге байланысты. Рауан жүргізушілер көбі мына кондиционерді айтып отыр ғой, мына екі бағытта автомат түрде қосылады деп. Мен оны кейбіреулер жаңағы видеоларды қарасаңыздар қиып тастайды провод. Мен олай жасаған жоқ. Мына ақырындап суырып алып, екі жағында кернеп тұрған, қысып тұрған пластмассаларын босатып, ақырында өз орнынан ажыратып алдым да жоғары қарай қойып қойдым. Мына жақта не болмаса мына жаққа қарай бөлігінде қуыстар бар. Ешқандай замыкание болмайды. Кейбір қорқуы мүмкін замыкать етіп. Бірақ жаңағы егер де қиып тастаған проводта мүмкін болуы да мүмкін, бірақ мен олай жасаған жоқпын. Бұл үшінші лайфхак деп ойламын. Төртінші лайфхак. Енді мына дальныйды қосқанда бізде көлікте мына жақта әсіресе түнгі уақытта жүргенде мына көк түсті көріп тұрсыздар ғой, міне. Соны мен үстін жауып тастадым. Өте көзге қатты әсер етеді. Осылай жасап қойсаңыздар болады енді кейбірі. Құрметті рауан жүргізушілері, маған жазылып батырманы басыңыз